Баршаңызға сәлем. Бүгін сізбен рогалики дайындайтын боламыз. Үй жағдайындағы азық-түліктерден пісіруге болады. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ірімшігімізді жақсылап езіп аламыз да, бөлме температурасындағы майды немесе маргаринді қосып жақсылап араластырамыз. Үш ас қасық қант қосамыз. Осының барлығын жақсылап бір-бірінен араластырамыз. Онда алдын ала өлшеп, биліктен өткізіп аламыз. Және 1 шай қасық қопсытқыш және 1 шай қасық ванилинді қосамыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұн қосқан кезде абай болыңыздар, өйткені әр өндірушінің ұны әртүрлі, сұрпына қарай. Сіздер рецепттен аз ұн қосуларыңыз мүмкін. Менде мұндай жұмсақ қамыр шықты. Осыны жақсылап біріктіріп, өте жұқа қылдырып жаямыз. Алдын ала орнымызды ұн сеуіп аламыз, жабыспас үшін. Жұқа қылдырып қамырын жаямыз. Егер шеттері осы жарылып кетсе, оған қатты мән бермеңіздер. Рогалики дайындар кезде біз оны алып тастаймыз. Видеодағыдай етіп бөлсеңіздер болады. Мен салмасына дашын және қант араластырып қосатын болдым. Негізінде үй жағдайында кез келген мейіз болсын, жаңғақ, шоколад немесе қант қосуға да болады. Видеодағыдай рогаликілерімізді түйеміз. Мен жартысына шоколад салатын болдым. Осындай түйіршікті шоколадтар өте ыңғайлы әрі дәмді болып келеді. Жартысын даршын, жартысын шоколад етіп алмастырдым. Рогаликиден қалған қалдық қамырды осылай біріктіріп, тік төртбұрышты етіп жайдым да, салмасы ретінде қалған дашын мен қантты, шоколадты араластырып қосып жібердім. Негізінде бұл қамырмен сіздің фантазияңызға қарай басқаша да түйіп пісіруге де болады. Өз еркіңіз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және сәл қызарған кезге дейін пісіреміз. Шамамен 30 немесе 20 минут болуы мүмкін. Бұл сіздің пешіңізге байланысты. Осындай кішігірім етіп турап бөлшектеп салып қойдым. Егер әлі де қантыңыз қалып жатса, рогаликиден немесе осындай печеньенің үстін қантпен себуге де болады. Міне бәрі дайын болды, енді пешімізге саламыз. Менде шамамен 35 минут кетті пісуіне, өйткені менде әсел пеш. Сәл кішкене қызарып кетті, бірақ дәміне бұл әсер етпеді. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Үйдің ішін даршын мен шоколадтың иісі алып кетті.
Назар қойғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Рецепт описаниеда сақтаулы.